Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Уфа қаласындағы жатақханамызға рум-тур түсіретін боламыз. Ең біріншіден біздің жатақханамыздағы сыртқы көрініс осындай. Жалпы жатақхана өзі 7 қабаттан тұрады. Енді жатақханамыздың ішіне кірейік. 7-ші қабатта орналасқан. Кірер кезде осындай түрлі түсті шкафтар бар. Яғни бұл шкафтар не үшін дейтін болсаңыздар, әр шкафта әр бөлмеміз жазылған, осындай сыртқы етіктерімізді қоюға арналған. Яғни осы жерге біз аяқ киімдерімізді қоямыз. Содан кейін кірер кезде осындай камера орналасқан. Сосын бұл 2 бағытқа бөлінеді, яғни бөлме бойынша. Біздің бөлмеміз 714 бөлме. Ең біріншіден мен сіздерге жуынатын бөлмені көрсетейін. Бұл қыз балалардың дәретханасы, яғни барлығы ремонтталған, жаңа. Ал бұл жуынатын бөлме, яғни этажға 1, бір этажға 1. Осындай жуынатын бөлме. Содан кейін 2 раковина және де 2 айна орналасқан. Ал бұл 714 бөлме, біздің бөлме. Ал енді біздің бөлмемізге кірейік. Біздің бөлмеміз шағын, бірақ өте жалпы комфортны. Осындай өте үлкен шкафтар орналасқан. Бір жағында 2 шкаф, бір жағында 3 шкаф. Бұл шкафтың ішіне біз өзіміз тамақтанатын жалпы заттарымызды қойдық. Яғни ыдыс-аяқ деген сияқты жейтін тағамдарымызды қойдық. Ал астыңғы шкафқа пока что бұл бос, бірақ бұл жерге жуынатын заттарымызды қойдық. Ал бұл шкафтың үстіне ең керекті деген, яғни ұмытып кетпеу керек деген заттарымызды қойдық. Яғни кошелек, сангнешка және де пропуск деген сияқты. Ал бұл бірінші қабатында менің көршімнің өзінің қолданатын заттары, яғни боянатын және де уход косметикалары. Ал екіншісінде менің заттарым тоже сол боянатын және де жуынатын уходовая косметикалар. Келесі полкада менің көршімнің сумкалары мен сосын утюжокты қойдық. Содан кейінгі полкаға мен өзімнің сумкаларымды, сосын соңғысына алдағы уақытта қолданылатын пакеттерді салып қойдық. Ал енді келесі шкафқа көз жүгіртейік. Бұл өте үлкен шкаф. Енді осы шкафта біз өзіміздің киімдерімізді, ең жоғары жағына бет оралмалдарымызды қойдық. Ал бұл шкафта сырт киімімізбен, сосын халатымызды, хирургиялық костюмдерімізді іліп қойдық. Ал астыңғы жақтарына өзіміздің киетін аяқ киімдерімізді қойдық. Жатақхананың әр бөлмесінде осындай 2 стол берілген. Бұл бір столына біз осындай кітаптарымызды қойдық, яғни алдағы оқитын. Жатақхана новый болғасын әлі ешкімге берілмеген, сондықтан да бұл жерде жапқышпен де жабылмаған, сондықтан да өзіміз терезені осындай көрпемен жауып қойдық. Жалпы әр бөлмеде осындай 2 қабаттық төсек орны бар. Мен астыңғы қабатта, ал көршім үстіңгі қабатта жатады. Содан кейін бұл жатақхананың бір плюсы, әр бөлмеде осындай розетка, яғни 3 розетка бар 3 жағында. Бұл енді ең үлкен плюсы деп айта аламын. Сосын бөлме өте жарық және де өте комфортны. Осы жақында ремонттан өткеннен кейін, бірақ соның өзінде де өте сапалы қылып жасаған, яғни әр шкафқа дейін. Ал кухнямызға назар аударатын болсаңыздар, осында 2 раковина, 2 плита, сосын 2 тоңазытқыш бар. Сосын әр кухняда осындай камера орналасқан. Жалпы есікке де мән беретін болсаңыздар, яғни ағаш есік емес, кәдімгі сыртқы есік сияқты темір есікпен жабдықталған. Бұл әр бөлмеде де бар. Осылай шыға берісте жаңағы түрлі түсті шкафты кездестіресіздер. Ал бұл біздің бөлмеден 7-ші қабаттан көрінетін Уфа қаласының кішкентай бір бейнесі.
сіздермен бірге болған оңай медицина соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.